Барша тезірек хабардар болсын, жедел жаңалық тарады. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсыларын ұсынамыз. Ендеше біздің жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына өз лайктарыңызды қалдыра кетсеңіздер. Әлеуметтік төлемдер 7%-ға артады. Тиісті қаулыға премьер-министр Әлихан Смайылов қол қойды. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда еңбекке қабілеттілігінен айырылу және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемдердің мөлшері артады деп хабарлайды Айқын КЗ. Тиісті қаулыға премьер-министр Әлихан Смайылов қол қойды. Видеоңыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видеомызды жақындарыңызға таратуды және лайк басуды ұмытпаңыз, қымбат көрермен.